Үй адамның қауіпсіз өмір сүретін негізгі ортасы. Әрбір адам өз үйінде өзін жайлы сезінуі керек. Дегенмен үй ішінде де түрлі қауіп-қатерлер болуы мүмкін. Сондықтан қауіпсіздік ережелерін білу өте маңызды. Бұл білім адамды көптеген келеңсіз жағдайлардан сақтайды. Ас үй қауіптілігі жоғары орындардың бірі. Мұнда ыстық заттар мен өткір құралдар көп болады. Балалар ас үйде үлкендердің қарауынсыз жүрмеуі керек. Пеш пен плитаны дұрыс қолдану маңызды. Абайсыздық жарақатқа әкелуі мүмкін. Ыстық су мен тағам адам терісін күйдіруі мүмкін. Сондықтан ыстық заттарға қол тигізуге болмайды. Шайнек пен кастрюльге абай болу қажет. Үлкендердің көмегінсіз оларды қолдануға болмайды. Қауіпсіздік ең басты ереже. Электр адам өміріне қауіпті энергия көзі. Розеткаға бөгде заттарды салуға болмайды. Су мен электрдің қосылуы өте қауіпті. Электр құралдарын дұрыс пайдалану қажет. Бұл ережелерді сақтау адамды қорғайды. Ашық немесе бүлінген сымдар қауіпті болып табылады. Олар тоқ соғуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда үлкендерге хабарлау қажет. Электр құралдарын өз бетінше жөндеуге болмайды. Қауіпсіздік ережелерін сақтау маңызды. Жуынатын бөлмеде еден жиі ылғал болады. Ылғал жер тайғақ келеді. Тайып құлау жарақатқа әкелуі мүмкін. Сондықтан абайлап жүру керек. Құрғақтықты сақтау қауіпсіздік кепілі. Дәрі-дәрмектер адамның денсаулығына әсер етеді. Оларды тек дәрігердің немесе үлкендердің рұқсатымен қолдану керек. Өз бетінше дәрі ішу қауіпті. Дәрілерді балалардан алыс сақтау қажет. Бұл денсаулықты қорғауға көмектеседі. Өткір заттар адамды жарақаттауы мүмкін. Пышақ, қайшы сияқты құралдарды абайлап қолдану керек. Олармен ойнауға болмайды. Қолданғаннан кейін орнына қою қажет. Бұл қауіптің алдын алады. От пайдалы, бірақ өте қауіпті құбылыс. Сіріңке мен оттықпен ойнауға болмайды. От өртке себеп болуы мүмкін. Өрт адам өміріне үлкен қауіп төндіреді. Сондықтан отты тек үлкендер қолдануы тиіс. Шам немесе ашық от көздері өрт шығуына себеп болуы мүмкін. Олар жанғыш заттарға жақын тұрмау керек. Перде мен қағаз тез жанады. Сондықтан оларды алыс ұстау қажет. Бұл өрттің алдын алады. Үй ішіндегі тәртіп қауіпсіздікке әсер етеді. Шашылған заттар сүрініп құлауға себеп болады. Ойыншықтарды жинап қою керек. Таза әрі жинақы орта қауіпсіз болады. Бұл әдетті күнделікті сақтау қажет. Ашық терезе қауіпті болуы мүмкін. Биіктіктен құлау үлкен қауіп тудырады. Терезеге жақындағанда абай болу керек. Үлкендердің қарауынсыз терезеге шығуға болмайды. Бұл ережелер өмірді қорғайды. Үй жануарлары да күтімді қажет етеді. Олармен дұрыс қарым-қатынас жасау керек. Жануарды ренжіту қауіпті жағдай туғызуы мүмкін. Оларға жаймен қарау қажет. Бұл қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Газ көзге көрінбейтін, бірақ қауіпті зат. Газ плитасын дұрыс пайдалану маңызды. Газ иісі шықса, үлкендерге айту керек. Өз бетінше әрекет жасауға болмайды. Бұл ереже қауіптің алдын алады. Түтін өрттің алғашқы белгісі. Түтін шықса, дереу әрекет ету керек. Үлкендерге хабарлау маңызды. Уақытылы көмек қауіптің алдын алады. Сондықтан сақ болу қажет. Ыстық үтік күйікке әкелуі мүмкін. Оны қосулы күйде қараусыз қалдыруға болмайды. Үтікке қол тигізбеу керек. Қолданғаннан кейін өшіру қажет. Бұл қауіпсіздікті сақтайды. Қауіпсіздік ережелері әр үйде болуы тиіс. Оларды білу және сақтау маңызды. Ережелер адамды қорғайды. Әрбір адам оларды орындауы керек. Бұл қауіпсіз өмірдің негізі. Үлкендердің кеңесі маңызды білім көзі. Олар қауіпсіздік ережелерін түсіндіреді. Балалар бұл кеңестерді тыңдауы керек. Бұл дұрыс әрекет жасауға үйретеді. Қауіпсіздік осылай қалыптасады. Дұрыс әрекет жасау қауіпсіздіктің негізі. Қауіпті жағдайдан аулақ болу керек. Әрбір әрекетті ойланып жасау маңызды. Бұл жарақаттың алдын алады. Қауіпсіздік әркімнің өз қолында.
Үйдегі қауіпсіздік маңызды тақырып. Оны әр адам білуі тиіс. Кітап оқу арқылы біз көп нәрсе үйренеміз. Білім бізді қорғайды. Қауіпсіз өмір сүру әркімнің міндеті. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.